Сәлем құрметті достар, Қытай дүкені арнасына қош келдіңдер. Енді бүгін мен осындай посылка ашамын. Бұл посылкада Orico деген звуковой карта бар. Так, енді Айжакөш маған пышақ алып келіп жүр. Андай волшебный, қазақшасы қалай? Сиқырлы. Қияли деп айтайын деп отырмын ғой. Сонымен достар, ашып көрейік. Бұнда Orico деген звуковой карта болу керек. Бұның версиясы бар еще. Қандай версия екенін білмеймін бірақ. Бұл да сол 11-11 акциясы арқылы тапсырыс бергенмін. Orico Sound адаптер SK2 дейді. SK2 деген. Короче, микрофон, наушник, потом ортада микрофон и наушник екеуі бірге арналған адаптер бар. Достар, негізі бұл Orico деген качественный компаниялардың бірі деп ойлаймын. Качественный болғанда беделді компанияның бірі, даже упаковкаға қол ұстайтын жіптен жасап болған. Сонымен ашып көрейік. Бұл звуковой картаны, дыбыс картасын деп атайық. Дыбыс картасын мен BM800 деген микрофоныма арнайлап алғанмын. Мінекей мынандай макулатура, мынау инструкциясы, міне анда қытайша, міне анда английский, бізге керек емес, ондай қызық емес. Индикатор деген. Наушниктің индикаторы көк, микрофон индикаторы red light up when muted дейді. Қызыл, легкий цвет, мынау, короче. Сондай достар. Oricoның несі, YouTube каналы бар, Facebook'ы бар, Twitter'ы бар. Ал мынау өзі. Негізі кәдімдей качествосы бар. Качествоны, мынау упаковканың өзі де қатты сапасы бар екен көрініп тұр. Дауыс көтеріп азайтатын. Мінекей осында саламыз. Наушник, микрофон. Мінекей осындай. Кнопкалары бар екен, жасайды. Бұл звуковой картаны, дыбыс картасын BM800-ге тест жасап, сөйтіп көреміз. Қалай шығатынын бәрін тексеріп көреміз. Қалай дауыс шығатынын. Негізі бағасы 2,5-3 мың, 4 мың теңгедей ма, сондай болу керек. Сол достар, қазір тест жасаймыз. Әзірге бәрі жақсы сияқты. Достар, сонымен тексеретін уақыт келді. Бұл дыбыс картамен мен тексеріп көрдім BM800 микрофонын. BM800 микрофоны бұл дыбыс картамен жұмыс жасағысы келмеді. Себебі достар, бұл дыбыс картасы екінші версиясы. Бұның алдында бірінші версия шыққан, ол BM800 бен толыққанды жұмыс жасап тұрды. Ал екінші версияда ешқандай да жасамайды. Неліктен? Өйткені мини-джекте екеуі сәйкес келмейді. BM800-де мини-джек типа старый версияда, ал мынау новый, жаңа версияға арналған дыбыс картасы. Яғни бұл ең соңғы шыққан дыбыс жазатын микрофондарға болады, жарайды. Мысалға, мен қазір Boya M1 деген петличный микрофонмен жазып отырмын. Сапасы дәл осындай. Бұл дыбыста қазір біз обработкамен тыңдап отырсыз. Яғни бұл обработка жасалған, барлық шум алынған. Ал қазір біз обработка жасалмаған таза дауысты естисіз. Яғни артында шум болады, компьютердің кулері, бөлменің жаңғырығы болмаса басқа да дыбыстар шығуы мүмкін. Ең бастысы, бұда обработкаде шум болады. Естіп тұрсыздар ғой, шум барлық нәрсені естіп тұрады. Немесе дауыстың басқаша естілуі. Дәл қазір дауысым басқаша естіліп тұр. Ал обработкаде басқаша естіледі.
Болашақта тапсырыс берем десеңіз, өз еркіңіз. Мен сіздерге тест жасадым обработкамен және де обработкасыз. Бұл Қытай дүкені арнасы. Менің есімім Ыбырай. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Қош сау болыңыздар.